Баршаңызға сәлем, сіздермен қазақша код. Алдыңғы сабақта біз HTML тілінің тегтер, атрибуттар, құжат ағыны және іштей орналасу сияқты негізгі концепциялармен таныстық. Сондай-ақ құжаттың жоғары деңгейлі құрылымын қарастырдық. Енді HTML тілінде өзіміздің алғашқы Hello World жазбамызды жазатын уақыт келді. Бұл үшін бізге IDE және браузер қажет. IDE бұл Integrated Development Environment, яғни интеграцияланған әзірлеу ортасы дегенді білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда бұл код жазуға арналған күшейтілген мәтіндік редактор. Әзірлеушілер уақытының көп бөлігін осындай бағдарламаларда өткізеді. Танымал бағдарламалар VS Code және WebStorm. Ең танымал IDE-лердің бірнеше нұсқасын атап өтуге болады. VS Code ол Microsoft компаниясының тегін қосымшасы. Онда фронтенд әзірлеуге қажетті минималды функциялардың бәрі бар. Ал WebStorm ол JetBrains компаниясының платный бағдарламасы, ол кәсіби фронтенд әзірлеуге арналған. Бүгін біз VS Code бағдарламасын жазып, сол бағдарламаны орнатып, сол жақта бірінші Hello World жазамыз. Ең бірінші любой браузерді ашып, VS Code деп жазамыз. Бірінші сілтемеге кіреміз. Сол жерден сіз өздеріңіздің операционный бағдарламаңызға қарап, бағдарламаны орнатасыздар. Бағдарламаны орнатқаннан кейін осы 4 құралдарды жазып аламыз. HTML, CSS Support, Live Server, Material Icon Them и Pass Autocomplete. Осы жерге осылардың аттарын жазып, орнатып аласыздар. Олар сіздерге код жазуға көмектесетін құралдар. Кейін ең бірінші біз алдын ала ашқан папкамызды ашамыз және соның ішінде жаңа файл ашамыз. Ең бірінші index.html деп ашамыз. Индекс дегеніміз ол бірінші файл дегенді білдіреді. HTML ол барлық HTML документтерге жазу керек. VS Code бағдарламасының бір пайдасы, бұның ішінде кодты, тегті өзі жалғастыратын функциялар бар. Мысалға, біз P тегін бассақ және тап батырмасын бассақ, бізде ол тег автоматически ашылып, өзі жабылады. Тек мәнін салу керек болады. Ал сайттың шаблонын жасау үшін леп белгісін басып, және тап батырмасын басасыздар, и сіздерде сайттың шаблоны дайын тұрады. Оны қосу үшін бізге Live сервердегі Go Live батырмасын басамыз. Міне, бізде бірінші сайтымыз дайын. Қазір біздің сайтымызда ештеңе жоқ. Біздің сайтымызға мән салайық. Мысалға Hello World. Міне, біздің сайтымыздағы сәлем әлем жазуы. Осы видеода біз IDE орнатып және өзіміздің ең бірінші Hello World жазуын экранға шығардық сайтқа. Сау болыңыздар.